Ертеде бір балықшы болыпты. Ол күн сайын өзенге барып, қармағын салып балық аулайды екен. Бір күні балықшы ауын молынан толтырып, үйіне қайтып келе жатады. Жолда оны айлакер түлкі көріп қалады. Мына балықты қалай алсам екен деп ойлайды түлкі. Түлкі бір айла табады. Ол жолдың ортасына жатып алып, қозғалыссыз жатыр екен. Мұны көрген балықшы: «Байғұс, түлкі өліп қалған ғой» деп ойлап, оны көтеріп алып, балықтың үстіне салып қояды. Ал түлкі болса өлгендей болып жата береді. Жол бойы ол бір-бірлеп балықтарды жерге тастай бастайды. Балықшы оны байқамай жүре береді. Үйіне жақындағанда балықшы артына қараса, балығы жоқ. Ал түлкі болса балықтарды жинап алып, орманға қарай зыта жөнеледі. Сонда балықшы: «Түлкінің айласына тағы да түстім ғой» деп өкінген екен. Түйіні: айлакерлікпен келген пайда ұзаққа бармайды. Асығыс шешім кейде зиян әкеледі.